Сәлем достар! Бүгін сіздермен қара өріктің пайдасы туралы айтатын боламыз. Қара өріктің қандай пайдалы қасиеттері бар екенін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап көріңіз. Арнамнан алыстамау үшін тіркеліп, қолдау көрсетіп, пікір жаза кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Ендеше қара өріктің пайдалы қасиеттері туралы айтуды бастайық. Қара өріктің құрамында жасұнық мол болғандықтан іш өткізетін қасиеті бар. Ол ішек-қарын жолдарының қызметін қалыпқа келтіреді. Іш қатып қалса, кешке қара өрікке қайнаған су құйып, таңертең тұнбаны ішу керек. Қара өрік арықтауға да көмектеседі. Арықтау үшін күніне оның 5-еуін құрғақ күйінде жеу керек. Біраз уақыттан кейін теріңіздің жақсарып, артық салмақтың азайғанын байқайсыз. Қара өріктің құрамында А дәрумені көп болғандықтан көзді емдеуде қолданылады. Онкологиялық аурулардың алдын алу үшін де пайдалы жидектің бірі қара өрік болып есептеледі. Жүрек қызметін жақсартуға және қан қысымы жоғары адамдарға да көмектеседі. Ағзаны жақсартып, иммунитетті нығайтуға өте пайдалы. Қара өріктің көмегімен күс пен терінің қажалуын жазуға да болады. Ал медицина тұрғысынан қара өріктің пайдасы қандай екенін білесіз бе? Ресми медицина қара өрікті пайдаланып, ішек-қарын жолдары ауруларын, бүйрек, бауыр мен жүректі емдеуге көмектеседі екен. Дегенмен қара өрік кейбір жағдайда емдік препарат ретінде жарамайды. Мысалы, семіздік пен диабетпен ауыратын адамдарға қара өрікті жеуге болмайды. Сондай-ақ бала емізетін аналарға, кішкентай балаларға жеуге болмайды. Себебі оның әсерінен асқазан ауруы мүмкін. Сонымен қатар дәруменге бай қара өрік өлімге алып келетін аурулардан да қорғай алады. Тағы бір айта кететіні, бұл жемістің калориясы төмен әрі жоғары антиоксиданттық құрамымен кеңінен танымалы. Құрамында шабдалы мен нектариндерге қарағанда антоцианиндер көп. Антиоксиданттар уайым мен стресс деңгейін төмендетуге көмектеседі. Қант диабеті мен семіздікпен немесе тіпті қатерлі ісікпен ауыратын адамдарға да осы жемісті көбірек тұтыну ұсынылады екен. Өйткені қара өрік қабынуға қарсы қасиетке ие. Оның құрамындағы фитохимиялық заттар жүрек ауруының алдын алуға да көмектеседі. Қара өрікте қанның тез ұюын қамтамасыз ететін кальций, калий және С дәрумені де көп. Жақында жүргізілген зерттеулер жемістердегі полифенолдардың жоғары мөлшері когнитивтік функцияны жақсартып, Альцгеймер және Паркинсон ауруларының қаупін азайтатынын көрсеткен екен. Сонымен қатар қара өріктің тек пайдалы жағын ғана емес, зиянды жағын да көруіңіз мүмкін. Өйткені кейбір адамдарда бұл жемістерге аллергия болуы мүмкін. Егер оны жегеннен кейін өзіңізді әлсіз сезінсеңіз, жүрек айнып, теріңізде бөртпелер пайда болса, бұл қара өрікті тұтынуды тоқтатқаныңыз дұрыс. Ал күнделікті ұсынылатын қара өріктің нормасы күніне 80 грамм, яғни шамамен 2 жемісті қолдануға болады. Сонымен қатар қара өріктің балғын түрін ғана қолданбай, кептірілген түрінде қолдансаңыз, осы емдерге пайдасы көп. Яғни қара өріктің кептірілген түрін қайнаған суды үстіне қойып тұндырып ішуге болады. Қара өрік туралы айтылған кеңестер сіздердің көңілдеріңізден шыққан болса, арнама тіркеліп, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Келесі шығарылымдар
тек сіздер үшін, сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы.